Пер еліндегі перизат 5 бөлім. Сол кезде ғана сен бүкіл әлемді жайлаған сиқырдан бізді құтқарасың. Егер де олардың арбағанына көнер болсаң, онда барлығымыз құримыз дейді. Қара құстың айтқанын есіне сақтап алған аманат жоғарғы жаққа қарай тырмысады. Алдынан бір аяқты көпір жолғады. Көпірдің екі жағы да лаулап жанып жатқан от. Аяңдап одан өткені сол еді. Сарқырап жатқан қайнар бұлақ төбесінен құйылады. Одан өте бергенде анау жерден ауылда қалған әкесінің бейнесі көрініп: «Балам, сен бізді неге тастап кеттің? Кері қайт, маған кел, екеулеп үйге қайтайық» деп жалынышты дауыспен зар илейді. Одан кейін анасы жылап тұрғандай болады. Біресе жылап, біресе аң кейпінде елестер бұл жанартауға жеткенше әбден есін шығарады. Ең соңында ол сол жанартауға да жетіп тынады. Сиқырлы кітапты да, жүзік пен алқаны да тереңге тастап жібереді. Есінде қалғаны шатыр күтір етіп атылған найзағай ғана. Жігіт есінен танып түседі. Біраздан соң есін жиса, қасында толып тұрған бейтаныс адамдар: «Сіздер кімсіздер? Мен қайдамын?» дейді бұл. «Сен өз әкең Хабиб пен анаң Перизаттың еліндесің», деп жауап береді қасында тұрған қария. Ол қарияның дауысын бірден таниды. Сол ақ отаудағы елес дауыс еді. Бұл орнынан атып тұрады: «Жоқ, бұлар менің ата-анам емес. Менің ата-анам ол басқа жерде қалған. Жандарының барында тауып әкеліңдер» деп айқайға басады. «Сен маған жұмбақтың жауабын табар болсаң, кері қайтасын деп едің. Солай уәде беріп едің. Иә, енді міне бәрі де бітті. Мен енді кері қайтуым керек. Өз әке-шешеме қайтуым керек» деп қиғылық салды. «Ханзада» деп жанындағылар бәйек қағады. Бір мезгілде бөлме есігі ашылып, айдай сұлу бір әйелмен көркіне күн сүйсінетіндей бір еркек кіріп келеді. Барлығы бастарын иіп тағзым етеді. Манжайды енді түсінген жігіт: «Менің ауылда қаңғып қалған ата-анамды осы жерге жеткізбесеңдер, мен сендердің қастарында бір минутке де қалмаймын» дейді. Хабиб сабырлы да сырбаз қалпынан таймастан бағанағы қарияға қарап тұрып: «Түн батқанша ол кісілерді осы жерге жеткізіңдер» деп бұйырады. «Құп болады, тақсыр». Аппақ құсқа айналған қария көз алдынан ғайып болады. «Бұл не тағы ойбай? Сіздер маған сиқыр жойылды деп едіңіздер ғой?» деп сұрайды жігіт. «Сиқырдың жойылғаны рас, бірақ ақ сиқыр ешқашанда жойылмайды. Себебі ол адам баласына пайда келеді» дейді Хабиб жымиып. Бір мезетте үсті-басы алба-жұлба болып, өлімші халде жатқан кемпір мен шалды алып келеді. Ұлдарын көрген кемпір мен шал ебіл-дебіл жылап, етектері жасқа толады. Пер елінде енді ғана патшалығын бастаған Хабиб өз орнынан тұрып тағы: «Мен бүкіл патшалығы мен дәулетін аманатқа табыстайды». Сөйтіп барлығы бірге мұраттарына жетеді.